Ал Сағит балам, міне өзіңнен сұрайын деп едім, анау көршім бір 70-ге жақындап қалды. Мына екі буыны сықырлап отырып тұруы қиындап кетті. Енді мына ота жасатайын десе қорқады. Осы мен сұрайын деп едім өзіңнен. Анау ота жасағанда буынды кесіп алып тастай ма? Орнына темір салады дейді. Ол енді протез қалай болады сонда? Қалай апай, салмас па? Ол көршіңізді алып келу керек, желательно. Бірге келсеңіз де болады, көруіміз керек. Егер мүжіліп төртінші, мысалы тізе буыны болса, ол кісіде тізе буыны артроз кезінде мүжіліп желініп кетеді, шеміршек қана. Елдің бәрі ойлайды екен, сол шеміршектің орнына эндопротез, жасанды буын дейміз. Біз соны қойып береміз, тек шеміршектің орнына ғана. Қорқатын ештеңесі жоқ. В принципе, ертесіне уже тұрып жүріп, аяғын басып тұрып жүруіне болады. Қалыпты жағдайда осындай жылтырап тұру керек. Артроз кезінде мына шеміршек желініп, қараштар нете бастайды. Оның орнына мынандай жасанды буын дейміз. Мына жерде көрсек болады. Желінген шеміршек жылтырап тұру керек қой, негізінен мынаның арасына. Соны алып тастаймыз, міне сүйек бәрі қалады. Оның орнына міне эндопротез дейміз, осы жасанды буын. Әр сүйектің өзінің размері болады. Сүйектің өзінің бәрі қалады екен ғой. Соған кигіземіз, болды. Балтырға кигіледі, мынау тізеге кигіледі. Ары қарай жасанды буын болады. Ал енді жаңағы менің замандастарым, мына екі аяғынан жүре алмай жүргендер, қорықпаңдар, кәрілік демеңдер, ол кәріліктен емес екен. Міне осылай жасатып алатын болсаңыздар, ертең немере шөберенің артынан шапқылап қуанып жүресіздер, қорықпай. Мына комментарийға жазып кетіңіздер. Мен мына Сағит балама сіздердің айтқан сөздеріңіздің бәрін жеткізем.